Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге Ауылбай Асеке. Бүгін 4 март 2022 жыл. Кеше 2-3 март күндері құрылыс материалдарын алдық. Соған байланысты бүгін видео түсірейін деп тұрмын. Мына үйді 2020 жылы салдыртып бастадық. Енді осы жылы бұйырса крышасын тағы да басқа нәрселерін істетеміз ба деген ойымыз бар. Сосын достар, егер де сіздер менің YouTube каналыма әлі де болса жазылмаған болсаңыздар, міндетті түрде менің YouTube каналыма жазылып, қоңыраушаны басып отырыңыздар. Сонымен кеше ең бірінші 2 март күні шифер алдық. Мынандай асбестовый шифер алдық. 2000 теңгеден 150 штук мынандай шифер алдық. Асбестовый шифер, Волгоград деген. Бұл шиферға 300 мың ақша кетті. Алыстан көрсетейін. Бұл бір. Екінші, мынандай 18-дік стропеллар алдық. 80 штугын алдық. Бұл стропелланың бағасы 5000 теңгеден, яғни штугы 5000 теңгеден 400 мың ақша кетті. Мынау 18-дік стропелла. 400 мың ақша кетті мынаған. Шиферді қосқанда уже 700 мың ақша. Сосын мынандай не алдық? Рейк алдық. Бір пачкасында 12-сі бар. Бұның бір пачкасының бағасы 12 мыңнан. 10-ын алдық. 120 мың шықты. Яғни түсінгендеріңіздей осындай 3 сат алдық, соған уже 820 мың ақша кетті. Доставкасымен 830 мың болды. Біздер бардық та сразу тек саудаласқан жоқ, сразу алдық, себебі доллардың бағасы қымбаттап отырғаннан кейін саудаласқаннан пайда жоқ. Бүгін доллардың бағасы уже 4 март күні почти 500 теңге болып тұр. 498 болып тұр. Біз барған кезде доллардың бағасы 488 или 482 болып тұрды. Енді точно білмеймін, ұмытып қалып тұрмын. Біздер мына заттарды 2 март күні барып алдық. Яғни түсінгендеріңіздей осындай нәрсе алу үшін біздер 830 мың ақша жұмсадық. Жарты сағаттың ішінде. Әлі де қымбаттайды, себебі доллардың бағасы күннен күнге өсіп жатыр. Мынандай асбест шифердің бағасы 2800-ге дейін көтеріледі деп айтты. Оны конкретно білгеннен кейін сразу алып тастадық біздер. Доллардың бағасы қымбаттағаннан кейін бұның да бағасы қымбаттайды. Мына жердегі заттардың барлығының бағасы қымбаттайды. Доллардың бағасы қымбаттағаннан кейін. Сосын біздер барған кезде кругляктар 8 мыңнан сатылып жатыр екен. Кругляктың өзі 8 мыңнан сатылып жатыр. Сосын кеше 3 март күні тағы да басқа нәрселер алдық. Ол қазір сарайдың ішінде. Сарайдың ішінен қазір көрсетемін. Кеше 3 март күні уже 16 қара қағаз алдық. Бір штугы 2,5-нан. Қара қағаздың штугы 2,5-нан. 40 мың теңгеге алдық. Сосын мынандай нелер алдық.
Батареялар алдық, 10 секциялық роман деген түрін алдық. Средний түрі дейді, яғни качествосы средний. 10 секциялықтың 6-ауын алдық. Ол бір штугы мынаның 32 мыңнан. Мынандай нәрсе. Радиатор алюминий 500 мм дейді. Роман деген радиатор 6 штугын алдық бұдан. Сосын мынандай бір 15 секциялық біреуін алдық мынандай. Бұның бағасы уже 48 мың болды деймін. Жатаспасам. Аналар 32 мыңнан, яғни ондықтар 32 мыңнан, мынау 48 мыңнан. Бізде бір залдың терезесі үлкен, 160 сантиметр. Терезенің несі? Терезенің арасы. Бұл жақтары түсінікті деп ойлаймын. Сосын айтпақшы, мынандай трубалар алдық. 32-лік. Бұның метрі қаншадан? 740-тан аудым. Жатаспасам 740-тан болу керек метрі. Бұл жерде жатырған тұрба 48 метр. Сосын мыналарға батареяға не алды? Комплектующий. 7 батареяға 7 комплектующий алдық. Оның бағасы где-то 6700 болды деймін. Яғни батареяны ілетін крепление, сосын воздух шығаратын нәрсесі, сосын 4 жағына темір терсектер әйтеуір. Сосын тағы да есік алдық. Айтпақшы, есікті көрсете алмаймын. Есікті заказ беріп кеттік. Есік таусылып қалған екен. Біздің таңдаған есік. 7 есікке заказ беріп кеттік. Әрі қайсының бағасы 60 мың теңгеден. Қанша болады сонда? 60 мың болғанда 7 есік 60 мыңнан 420 мың ба, сондай болады. Сосын есіктің ручкалары бар, мына жерде топсасы бар. Тоқтатып тұрады видеоны. Мынандай ручка алдық. Зубр. Есіктерге ручка. Зубр Revelation дейді. Саренто ма? Ашып кететін қандай ручка екен. Мынандай ручка. Бұл ручкалердің бағасы 4,5 мыңнан. Мынандай ручка. Бір штугының бағасы, яғни мына коробка 4,5 мың теңге. Бұл түсінікті деп ойлаймын. Бұның 7-еуін алдық. Сосын нелері бар мынандай. Бұлар уже комплектацияда. Бірақ мынандай нәрселер бар. Іліп алатын нәрселер бар. Көшік. Іліп алатын нәрсе. Осындай нәрсесі бар сосын. Бұның бағасы уже 2,5 мың теңгеден аудем. Где-то барлығы 469 мыңға шықты дейм. Есікке, құр есікке. Нелерін қосқанда, топсаларын қосқанда барлығы. Топсаларды 2,5-нан ал. Топтарда уже бөлек сатылады екен. Тек есіктің комплектациясына зат керек. Мынау не екен? Есіктің тілі екен. Бұларды уже комплектациядан ручкамен бірге. Есіктеріміз таусылып қалғаннан кейін заказ беріп кеттік. Полный ақшасын төлеп кеттік. Ақшасын төлеп заказ беріп кеттік. Қазір алып қалсаңыздар, сол бағамен аласыңыздар деді. 60 мың теңгеден болып тұрды сол кезде, кеше. 10% ақша қосылады деп айтты. Дәл сол күні да, бірақ біздерге сондай 60 мыңнан беріп қалды. Себебі біздер есіктің ақшасын полный төлеп кеткеннен кейін сондай бағаға сатып қалды. Яғни
сол жердегі бағамен сатты. Бір сөзбен айтқанда. Түсіндіре алмай жатырмын кішкене. Ұйқыдан жаңа тұрып отырмын ұйқыдан. Достар, міне осындай 1-2 күннің ішінде осындай жағдайлар болды, осындай нәрселер алдық. Доллардың бағасы қымбаттады, қымбаттағанның кесірінен осындай жағдайлар болып жатыр. Енді бұл болып отырған нәрсе Путиннің кесірінен болып отырған нәрсе деп айтуға болады, бір сөзбен айтқанда. Путинге рахмет, осындай біздерге осындай жағдайлар жасап отырғанына алғысымызды айтамыз, рахметімізді айтамыз. Сонымен достар, бұл видеоны мен осы жерден аяқтағым келіп отыр. Егер де қызық болған болса, видеоға лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар. Сосын видеоны достарыңызбен міндетті түрде бөлісіп таратып отырыңыздар. Сонымен келесі видеода кездескенше.